Қазақ тілі көп ұлтты тәуелсіз Қазақстанның ғажап тілі. Еліміздің мемлекеттік тілі ретінде бұл тіл өз функциясын абыроймен өткеріп, барша ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астында біріктіруде. Басымдық берілген қазақ тілінің тұғырын нығайту мақсатында ұйымдастырылған жарқын болашақ олимпиадасы да мемлекеттік саясатын бекем етуге арналған шараның бірі болып отыр. Республикалық жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасы биыл 7-ші рет өткізілді. Ұйымдастыруға ниет білдіргендер облысымыздағы қазақ-түрік лицейлерінің ұжымдары. Білім байқауында 130 мектептен 197 оқушы қатысты. Биылғы олимпиаданың бір ерекшелігі мынада. Қазылар алқасы балалардың қарым-қабілетін қазақ тіл білімі мен әдебиеті бойынша таразылап қана қоймай, жас өрендер халқымыздың ән өнерін, көркем әдебиетін ғылыми тұрғыда қалай игерген, соны сарапқа салуды көздеген. Өзге ұлттың өкілдері жыр оқыса да, проза оқысын, ән айтсын, күй тартсын. Өзге ұлттың өкілдері өзбек, кәріс, тәжік, иран біріншіден көп ұлттар қатысты және өте жоғары деңгейде болды. Орындаушылық шеберлігі, сахнаға шығу мәдениеті, өзін көрсетуі. Бұл конкурстың негізгі мақсаты қазақ тіліне, ана тіліне деген құрмет. Сол жағынан өзге ұлттар биыл оңтүстік Қазақстанда өте тамаша өнер көрсетті. Жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасы 5 кезеңде өтті. Онда қазақ тілін үйренген оқушылар алдымен көркем шығармаларды нақышына келтіріп, мәнерлеп оқыды. Сөз шеберлері атты байқаулар мафтуна сияқты қатысушылардың көкейіне дөп қонған бөлім. Мен бүгінгі көрсеткен өнерімде Мұхтар Шахановтың «Ғайша» деген өлеңін алдым. Өйткені ол «Ғайша» өлеңі өте тәрбиелік, мәні зор өлең. Оны өзім оқығанда, өзім бірінші рет оқығанда жыладым, шынымен. Ол өлеңде соғыс уақыттағы бейнесі көрсетіледі. Дүбірлі доданың қорытындысы бойынша жеңімпаздарға арнайы диплом және бағалы сыйлықтар табыс етілді. Ал бас жүлде иегері Астана қаласында өтетін ақтық сайысқа жолдама алды. Ақмарал Көпжасарова, Абай Құралбаев, Олжас Байтуов, Оңтүстік ақпарат.